Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ашытқысыз 10 минутта жасалатын дәмді пиццаны рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен бір дана жұмыртқаны ыдысқа салып араластыратын боламыз. Бұл жерде ақ уыз бен сары уызды араласса болғаны. Үстіне бөлме температурасындағы сүтті қосып араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін сұйық майымызды қосамыз. Және тағы да араластырамыз. Одан кейін тұз қосамыз. Араластырамыз. Келесі кезекте ас содасы. Ас содасын үстінен бірден уксусты қосамыз. 9%-ке дейінгі кез келген уксус жарай береді. 6% алма уксусында алсаңыз болады. Міне бірден реакция жүре бастады бізде. Келесі кезекте електен өткізілген ұнды қосамыз. Және де жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Рецептте көрсетілген мөлшерден көп ұнды қосудың қажеті жоқ. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Және оны салафанға салып 15 минутқа столдың үстіне қойып қоямыз. Ол одан әрі жұмсара түседі. Осы уақытта пиццаның салмасына салатын заттарымызды турап дайындап аламыз. 15 минуттан кейін тестамызды алып 2 бөлікке бөлеміз. Бізде 2 үлкен пицца шығады. Оқтаудың көмегімен немесе қолмен жайып, майланған противенге орналастырамыз. Соусына кетчуп пен майонезді немесе томат пастасымен қаймақты қолданса болады. Мен кетчуп пен майонезді қолдандым. Салмасын әдемілеп салып, үстіне сырды үкіштен өткізіп саламыз. Міне осында 2 пицца дайын болды. Енді оның әрқайсысын 10 минутқа 180 градусқа қызып тұрған пешке жібереміз. Осындай тамаша жұқа пицца шықты. Дәмі өте керемет. Видео ұнаса лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.